Бүгін біз мұхит ортасындағы аралдың адамдары туралы оқиғаны көретін боламыз. Бұл аралда адамдар ешқашан басқа тамақтар жемеген. Мына құрал арқылы аралдағы адамдардың жағдайын өзгертуге болады. Алдымен біздің диаграммада көрсеткендей, енді осы талаптарды компьютерге енгіземіз. Дайын, алгоритм енді жұмыс істей бастайды. Ал соңғы өнім қалай шығады? Соңғы кезеңде тазартылады. Қазір көрсетемін, мына құрылғыны қара. Құрылғыға су құйып, молекулалармен қосылады. Қараңыз, тамақ формасына айналуда. Міне, әдемі бургер. Адамдарды көреміз. Көбісі тек балық жейді екен. Қала қатты дамымаған. Бірақ олар табиғатпен үйлесімде өмір сүреді. Қызық қой. Міне, сол қараңғы арал. Бақытсыздықтың белгісі іспетті. Сәлеметсіздер ме арал тұрғындары? Мен сіздермен танысқалы келдім. Иә, сәлем. Бұл менің жаңалығым. Сіздерге өте пайдалы болады. Жарайды. Көмектесуге дайынмын. Сен көп қиялдай берме. Бұл жердегі ең әдемі тамақ ол балық. Құрметті қонақтар, тамақ құралы фестивалінің молекулалық талдайдан көрсетілді. Оны көрсетейін. Тоқта! Құрылғыны таста! Құрылғы дайын, енді сынаққа кірісеміз. Қараңғы аралда, бірақ қала жақын. Іске қосайық. Дайын, бургер тапсырысы қабылданды. Енді осы бұлтты қалада жүремін. Бұл не? Бургердің еті ме? Бургерлер амансыздар. Даңы қандай? Бір айда жасайсыз ба? Иә, мырза, қабылдадым. Ғалым, маған да осындай керек. Тамаша, қабылдадым. Уақытым жетеді. Аспаннан тамақтар жауды. Погрузчикке көмектесемін. Мені лақтырды. Қала тойы басталды. Түнде мен балмұздақтан қар жауғыздым. Ол күшті үйлерге айналды. Қараңдар, олар қалай жарқырап берік болып кетті. Қалай? Аспанда бір құрылғы пайда болды. Енді барлық тамақты ысырап етуде олай істеуге болмайды. Бұл құралды тоқтатқаның жөн болады, балам. Жоқ, бұл не масқара? Балам, бұл құрылғының қауіпін түсінесің бе? Иә, ұстаз, мен оның салдарын көріп өкінемін. Сондықтан оны тоқтату керек. Бұл дұрыс емес. Біз бұл құрылғыны тоқтатуымыз керек. Ғалым, бізге көмек керек. Иә, тез арада. Полиция қызметкері мен ұшқышты шақырдым. Дайынбыз, ұшақ күтіп тұр. Барлығы орнына отырыңдар, ұшамыз. Деректерім дайын, ұшақта өңдейміз. Аспанда қиын хаос болып жатыр. Үлкен тамақтар тақшын бургер, пицца, банан, алу бар. Жоқ, қызыл аспан! Мен сөндіремін! Бәрі тынышталды. Мен бұл құралды шығармастан бұрын оны қалай дұрыс қолдануды үйренуім керек еді, бірақ енді мен барлығын түсіндім. Мен өз ісім үшін өкінемін. Адамдарға қанағатшылдық керек. Сол арқылы бәрі жақсы болады. Вау, тиді, бірақ ортасына емес. Тамаша, алғашқы атың осы болса, керемет. Енді сен көрсет, қарап тұр. Вау, дәл қызылдың ортасына. Көп жаттықсаң, сен де солай тегізесің. Вау, қайырлы кеш. Байқоңыр ғарыш айлағынан қазақстандық 2 ғарышкердің ұшу алдағы бейсенбіге белгіленді. Дайындық толық аяқталды. Ой, Азат, қарашы, шлемдері қалай жарқырапты. Әрине. Ол ойларым. Азат, біз де осылай ұшып көрсек қой, ә? Иә, жұлдыздардың арасымен жүзіп кетсекші. Арман етсең бәрі болады, досым. Өзімде өзімді аспанда жүр. Сәлем, жолға дайынсыңдар ма? Иә, Байқоңырға барамыз ғой. Онда орындарыңды алып, белдіктеріңді тағыңдар. Дайын, біз ракетаға жақындай аламыз ба? Әрине, бәрін көресіңдер. Байқоңырға 30 шақырым қалды. Қазір экскурсияға апарамыз. Міне, Байқоңырдың басты ұшыру алаңы. Анау тұрған зымыран ертеңгі миссияға дайындалып тұр. Биіктігі 50 метрден асады. Вай, оны қалай аспанға көтересіздер? Қуатты қозғалтқыштармен 3 саты жұмыс істейді. Жақынырақ көруге болады, бірақ қауіпсіздік сызығынан аспаймыз. Қандай биік. Аспанға дейін жететіндей ғой. Енді музейге кіріп, қазақ ғарышкерлерінің тарихымен танысайық. 1994 жылы Талғат Мұсабаев ұшты. Осы алаңнан Талғат Мұсабаев алғаш шыққан екен. Расында биік екен. Ол ғарышқа Қазақстан туын алып шыққанын естігенмін. Дәл солай. Әрі өзімен бірге Құранда болған. Мұранға отырар алдында әр кез келген адам қиын сынақтардан өтеді. Су астында жұмыс істеу, биіктіктен секіру, ауыр күшке төзу, бәрін меңгеру керек. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Кеттік. Вау, су ішінде қалқып жүргендеймін. Енді бұл бөлікті бұрамын. Дахруха.
Әрине, дайынбыз. Қатты толқып тұрмын. Алдымен скафандрларыңды тексеріп алайық. Толық. Сендер дәл сондайсыңдар. Қараңдаршы, туымыз қалай желбіреп тұр. Аздан соң бірге ұшамыз. Әуелі ғарыш киімін киіп алайық. Жарайды. Бисмилла. Бисмилла. Биіктеуде. Барлық жүйелер тұрақта. Бірінші кезең ажыратылды. Әдемі. Мына шлемді абайлап киесіңдер. Мен дайынмын. Біз ұшып кеттік. Белдіктерді тексердік. Бәрі жақсы ма? Рахмет. Вау, жер кішкентай болып кетіпті. Бұлттар үстінде қалқып жүрміз сияқты. Мынау не деген ғажап көрініс ай? Шыр- Алла шүкір. Жер қандай әдемі. Қандай ғажайып жаратылыстар жаратқанына тамсанасың. Өзім Солай балалар, біз қазір 400 шақырым биіктіктеміз. Мынау Азия құрлығы, ал анау жақта түн болып тұр. Салмақсыздық қандай қызық. Денем өзінен өзі ұшып жүр. Менің жер... Біз шын ғарышкер сияқтымыз. Қол созымдай сияқты. Здравствуйте. Қош келдіңіздер. Сіздерді күткенімізге қуаныштымыз. Рахмет әріптестер. Кішкентай зерттеушілерімізбен таныс болыңыздар.